Депутаттық сауал премьер-министр мен бас прокурорға арналады. Соңғы кездері қоғамда адам баласының жағасын ұстататын жағдайлар толастамай тұр. Ар мен ұят босағада қалып, өсекпен өтірік, жәдігөйлікпен қатыгездік ұрпақ санасын улап, қоғамды шырмап барады. Хакім Абайдың қорқамын кейінгі жас балалардан деген сөзі тура бүгінгі дәуірге дөп келіп тұрғандай. Қазақ халқы әлімсақтан өткеніне құрметпен, келешегіне үмітпен қараған, тұлғасын тудай желбіретіп ұрпағын сол ұлы тұлғаларға қарап бой түзеткен ел еді. Ал ежірей деген ұлың, бедірей деген қызың болады деп мөңкөбей болжаған бұлдыр кезеңнің сұрқай келбеті келіп қалған жоқ па? Қоғамдағы кейбір жастардың шалыс қадамы сондай үрей шақырады. Өкінішке қарай соңғы уақыттарда қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған тұлғаларға тас атып, мансұқтап, бағытынан адасып жүрген жастарымыздың қатары көбейіп барады. Ұлы Абайды Кришнаит, Сәкенді сатқын, Мұстафаны қашқын, Әлиханды жөйт, Жыралыбы жамбылды туфли жалағыш, Шәмшіні арақ кеш деп батырларымызды, байғұс тұлғаларымызды тулақ етіп жатқан мысалдар аз емес. Жақында әлеуметтік желіде ұлт ұстаз Ахмет Байтұрсынұлының сынып бөлмесіндегі бейнесін бас салып, тоқпақтап, жұдырықтап жатқан оқушының әрекеті жанымызды түңілдірді. Ұлттың арын жарты шөлмек шарапқа, намысын бүтін нанға сататын, көңілін итжалаған ниетіне қасқыр шапқан замандастарының қатары көбейіп бара жатқаны қынжылтады. Ал күні кеше надандық пен топастықтың қиылысқан нүктесінен бүр жарған жас бала қазақ поэзиясының тау тұлғасы Мұқағали Мақатаевтың аруағына тіл тигізіп, елдің есін екеу түсін төртеу қылды. Бұл келеңсіз оқиға бүкіл қоғамның жанын түршіктірді. Тиісті құзырлы орындар мен жауапты мемлекеттік органдар тарапынан мұндай қадамдарға тиісті құқықтық баға уақытылы берілмеген жерде түрлі әлеуметтік топтар өз бетінше жазалау шарасына көшеді. Әлеуметтік желілерде тарихи тұлғаларға ғана емес, тіл мен дінге, ұлттық намысқа, түрлі әділетсіздіктерге байланысты өз бетімен жазалау шараларына ұмтылу, тіпті жүзеге асыру фактілері аз емес. Мұқағалиға қатысты жағдайда да ашуға булығып, шарасыздыққа ұшыраған азаматтар сондай қадамға барды. Жеке аккаунтында адам жинап атаққа шығам деген баланы әке-шешесімен ақынның туған жеріне алып барып кешірім сұратты. Жаны ұшырған қарт кісінің тау баурайын жаңғыртқан жанайқайының түп тамыры қайда жатыр? Намыстан жарыла жаздаған жұрттың бұл қадамын қоғам әртүрлі қабылдады әрине. Алайда кез келген кері әрекетке тиісті уәкілетті органдар тарапынан жауап берілмеген жерде осындай жағдайлар орын алады. Ел президентінің сәт сайын қоғамда заң үстемдігімен тәртіп салтанат құру керек деген сөзінің түп мағынасы осында емес пе ағайын? Шірген ауыздан шыққан сөзді жөндеймін деп, намысты жас өрендеріміздің заң аясында опық жеп қалуы да мүмкін еді. Сондықтан қоғамда бірінші кезекте заң сөйлеу керек. Сонда ғана біз тәртіпке бағынатын қоғам құратынымыз анық. Қоғамда рухани тұрғыдан азғындаған тобырлық мәдениет қатты белең алып барады. Мұның басты себебі патриоттық сана мен ұлттық тәрбиеде, отбасылық құндылықта кетіп жатқан кесел кемшіліктер. Сосын науқаншылдық пен жалған жасампаздықтың мемлекет қазынасын желге ұшырып жатқан жемқорлықтың кесірі. Ел боламын десең бесігіңді түзе деген, ал бесігімізді қандай құндылықтар тербеп жатыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаһантану кезінде ел жат жұрттың ықпалында бейсаналы түрде ілесіп кетеді. Мәжбүрліктен емес, санасының улану арқылы өз еркімен торға түседі. Сондықтан жаңа заманның жақсы жаманын екшеп, артықшылықтарын бойға сіңірумен қатар тамырымызды берік сақтауымыз қажет деген. Ал ел президентінің тапсырмасын қоғам, мемлекеттік орган қалай жүзеге асырып жатыр? Құрметті Олжас Абайұлы, Берік Ноғайұлы, елдің ертеңін сеніп тапсырған ұрпақ қалыптастырамыз десек, үкіметтік деңгейде жеделдетіп ұлттық құндылықтар жүйесіне арналған мемлекеттік бағдарлама әзірлеу қажет. Балабақшаларда, мектептерде оқу ағарту бағытында бұлжымас ұлттық тәрбие мен патриоттық іс-қимыл шараларын жүзеге асырылуы тиіс. Үкімет ұлтымыздың ұлы тұлғаларына тіл тигізуге, қорлауға жол бермейтін шараларды заңдық тұрғыдан қолға алу керек деп санаймыз. Ел мақтаныштарының ар-намысын аяққа таптағандар заң алдында жауап беріп, тиісті жазасын алған жағдайда ғана ұлттық құндылықтарымызды қастерлей аламыз. Ал екінші жағынан азаматтар арасында қандай жағдайда болмасын, мемлекеттік органның немесе сот орнына шешім қабылдап, ешкімді өз бетінше жазалауға болмайтынын, мұндай қадам өркениетті елге жат дүние екенін жастар санасына мықтап сіңіру қажет. Осы орайда қоғамдық құндылықтарды қамтитын кешенді құжат, жүйелі жұмыс керек. Бұл ретте мәжіліс депутаттар қолданыстағы заңнамаға тиісті өзгертулер енгізу жағынан қолдау көрсетуге дайын.